Көз қаншайыма осындай сары көйлек тігіп алайық. Бізге керегі сары пакет. Яғни пакетті осылай дайындап, екі шетін кесіп аламыз. Барлық пакетті осылай кесіп алсаңыздар өздеріңізге ыңғайлы. Содан кейін бір шетін ғана қиып шығамыз. Енді оны ашып, барлық пакетті осылай реттеп аламыз. Машинкамен мен 3 пакет қылдым. Яғни сол кескен өлшеммен склад жасап, жиырып тіге береміз. Немесе степлермен қыстырсаңыздар да болады. Пакетті 3 қабаттап істеңіздер. Осындай полусолнце юбканың несін қиып алдым пакетке. Жаңағы жиырып тіккен пакетімізді скотчпен жабыстырып шығамыз етегінен бастап барлық жеріне. Бірінші барлығын жиырып тігіп алсаңыздар өздеріңізге оңай болады. Үстіп қатыр-қатыр тігіп скотчтап шығамыз. Міне дайын болды. Енді бел жағына пакеттен белдік жасап аламыз. Ұзындау қылып, қалың қылып. Бұл пакетті скотчтаймыз бұны да. Яғни белін байлағанға оңай болады. Екі шетін степлермен қыстырып, немесе скотчтасаңыздар болады. Мен бұл юбканың ішіне кольцо киемін. Кольцо киген кезде осындай болады. Ұзындығы 115 сантиметр шықты. Енді үсті жағын тігеміз. Осылай өлшеп алдым. Сөйтіп пакетті ашып, бұда да астына скотчтау үшін пакетті ұзынан скотчтап аламыз. Сөйтіп жаңағы жиырып тіккен пакетімізді де осыған скотчтап шығамыз. Енді екі иығына резинка істедім мен 2 қабаттап пакетті. Осымен дайын. Арты жағын липучкамен жабыстырдым. Арты жағын видеоға түсіре алмадым. Осымен пакеттен көйлегіміз дайын. Осындай болып шықты. Үстіне жапырақты жабыстырып шығасыз.